Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз химияның бірінші практикалық жұмысын бастаймыз. Бүгін біз химия кабинетіміздегі қауіпсіздік ережелерді көрсетеміз. Ең біріншісі ереже, зертханалық немесе практикалық жұмысын бастауынша біз халықты көзілдірік және де қолғабын кию керекпіз. Екіншісі, біз сұйықты химикаттарды тек қана воронка арқылы құю керекпіз. Үшіншісі, біз проверкадағы ерітінділерді ұстағанда біз тек қана ұстағышты пайдалану керекпіз. Төртіншісі ереже, химикаттарды гамын көруге тыйым салынады. Және де біз искеде тек қана желпі арқылы искеуге болады. Бесіншісі, біз спиртшаммен қолдануда біз оның қақпасымен спиртшамды отты жағу керекпіз. Және де біз практикалық пен зертханалық жұмысты бітіргенде біз қолды жууымыз керекпіз. Спиртшамның жағуын сөндіру үшін біз спиртшамның қақпасымен сөндіру керекпіз. Алтыншысы, біз зертханалық және практикалық жұмысты бітіргенде біз қолды жуу керекпіз. Енді біз құрал жабдықтарға барамыз. Енді біз химиялық құрал жабдықтармен танысамыз. Біріншісі штатив, екіншісі өлшеуіш цилиндр, үшіншісі құйғы, төртіншісі химиялық стақан. Мұнда өзінің шкалалары бар. Төртіншісі қария табақша, бұл табақша отқа төзімді. Төртіншісі араластырғыш, бесіншісі таяқша, алтыншысы спиртшам, жетіншісі қысқыштар, сегізінші сынақтар, тоғызыншы қолдылар, оныншы домалақ қол және 11-ші таразы және 12-ші сүзгіш қағаз.